Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Шынайы оқиғаға негізделген. Твой любимый продал тебя за 1000 рупий. Фильм 1960 жылдардағы Мумбайдағы жүзекші ханшайымы атанған Гангубай Катьявадидің өмір тарихын баяндайтын боламын. Кәмелетке толмаған 13 жастағы қызды өзінің күйеуі жүзекшілер үйіне сатып жіберген. Қыз бұл жерге үйренісе алмай, айқайлап жылай берген соң, жүзекшілер үйінің қыздары өздерінің басшыларына Рашмибайға қызды көндіре алмай жатқанын, клиенттерін қашырып жатқанын, өздерінің мазасын алғанын айтып, Гангубайды шақыруын сұрайды. Гангубай келіп, өз өмірін қызға баяндап береді. Өзін өте ауқат отбасынан шыққанын айтып, әрқашан Болливудтың ұлттық актрисасы болуды армандағанын айтады. Бірақ ол даңққа жету жолында тұзаққа түскенін, Рамник деген жігітке ғашық болғанын, Гангубай оның фильмге түсіремін деген уәдесіне сеніп, үйінен қашып кеткенін айтады. Өзін 100 рупиге Каматипуридағы жүзекшілер үйіне сатып жіберген. Ганга клиенттерге қызмет көрсетуге мәжбүр, бірақ ол қорқынышты жерден кетуге тырыспады. Гангубай сұмдық соққыдан кейін есін жинап, қызыл отта өзі сияқты жұмысшылар арасында көшбасшыға айналады. Үзекші басшысы Гангубайдың қайратты мінезін, өзін тыңдамағанын ұнатпайтын. Басшысы ақшаны қатты жақсы көретін, қыздардың жағдайына мән беріп қарамайтын. Түннің бір уақытында клиент Гангубайды сұрап келгенін, басшысы 2 есе ақша берсе, кіре беруін, ол клиенттің біртүрлі екенін ескертеді. Басшысы сонда да қабылдайды. Гангуды ұрып, адам төзгісіз етіп, пышақпен 15 жерден ішінен тіліп, қолын сындырып кетеді. Қыздар ол еркектің аты Шаукат Аббасхан екенін, ол Рахим Алалдың адам екенін, Рахим Бамбидің королі екенін, одан полицияда қорқатынын жеткізеді. Ганга ол кісіге өзінің адамы Шаукат өзіне қиянат жасап, қорлағанын айтып, әділдік сұрап келеді. Рахим ол адамның бұрын істегенін айтып, Ганга өзіне жасаған қорлығын көрсетеді. Рахим күзетуге адамын қоятынын, өзі жазалайтынын айтады. Әлгі жігіт Гангуға қайта келеді. Қыздар күзетте тұрған балаға Шаукаттың келгенін айтып жібереді. Шаукат Гангуға салған шырамдары жазылғанын көріп, көп шырам салу керек екенін, Гангуды ұрып жатқанда Рахимнің адамдары Шаукатты шығарып алып, Рахим оны ұрып жазасын береді. Жүзекшілер үйінің басшысы Шила ақша санап отырған жерінен жүрегі тоқтап қалады. Қыздар ақшаны бөлісіп алады. Полиция қызметкерлері Шиланың өлгенін пайдаланып, ақшаны 40%-ға өсіретінін айтады. Ганга құрбысына қулық жасап, Рахимнің қашан келетінін сұрайды. Полиция қызметкері қорқып, Рахимді шақырмауын сұрайды. Бұл мәселені 15 күнде шешетінін айтып кетіп қалады. Каматипуридің қыздары Гангаға өздерінің жағдайын түсінетінін, өздерін қорғап жүретінін айтып, оған өздерінің басшысы болуын өтінеді. Қызға осы күнге қалай жеткенін айтады. Қызға таңдау жасатады. Қызға 2 конфеттің біреуін таңдауын сұрайды. Бірінші конфетте осы жерде қалатынын, екінші конфетте у барын ескертеді. Қыз бұл жерде қалмайтынын айтып, улы конфетті таңдайды. Ганга оны аяп қызды ақшаға сатып алады. Ганга жұмысшысына қызды үйіне апарып тастауын айтып, қолына ақша береді. Ганга өзінің тігіншісі жиенін әкеліп, өзінің орнына өлшейтінін, олар бір-біріне ғашық болып қалады. Ол жігітпен біраз уақыт бірге болады. Ганга Рахимге шарап бизнесін өзі басқаруын, өздерінің борделінде сатуын, одан түскен ақшаға әйелдерге көмектесуін сұрайды. Рахим өтінішіне келісіп 20%-ын алып отыратынын айтады. Бірнеше жыл жүзекшілер үйінде жұмыс істеген Гангубай беделді әйелге айналады. Тіпті өзі тұратын аудандағы сайлауда жеңіске жетеді. Ганга өзінің қол астындағы әйелдің қызын торда қамап ұстағанын көріп аяп кетеді. Анасы өзінің өмірін қайталамау үшін басқалардан қорғап жүргенін, оны күйеуге немесе өлтіретінін айтып, Ганга өзінің сүйікті жігітінің үйіне барып,
қызды алтын ақшамен қосып беретінін, оған ешкімнің қолы тимегенін айтып келісіп кетеді. Ганга жігітке үйлене алмайтынын айтып, өз махаббатынан бас тартады. Ганга қызға той жасап береді. Ганга өз ата-анасымен 12 жылдан кейін хабарласып, әкесінің өлер алдында Ганга суынан бас тартқанын Ганга естіп жылап қалады. Каматифуридан жезөкшелерді қуатынын, жезөкшелер үйін бұзатынын, сотқа бергенін, Рахим Гангаға осы ұрысқа дайын болуын, сотта жеңуін сұрайды. Мектеп мұғалімдері Каматифуридан жезөкшелер кетсін деген ереуілге шығады. Мектеп директоры бұл жерде қыздар оқитынын, осы тірліктерді көріп өспеуін қалайтынын айтып, журналисті шақырады. Ганга мектеп директорына келіп, бұл мектептің 40 жыл тұрғанын, өздерінің 100 жыл жұмыс істеп келе жатқанын, бұл істер үшін клиенттерін жоғалтатынын, бордельдегі балдардың жейтін тамағы болмай қалатынын айтып, Хамид Фирджи Урте Таймс журналистімен танысады. Ганга өздерінің балдарын осы мектепке қабылдауын өтінеді. Мектеп директоры оларды қабылдамайтынын айтып, Ганга осы балалардың құқығын қорғайтынын, болашақ балалардың өмірі өзгеретінін, өздеріне ешқандай шағым болмайтынын айтып кетіп қалады. Журналист Гангаға келіп, балалардың мектеп директоры балдарды қабылдағанын сұрап келгенін, Ганга өзі балаларды апарғанын айтып, балалар келіп, мұғалімдері өздерін ұрып, қуып жібергенін айтып келеді. Ганга өздеріне қалай қарайтынын айтып, суретке түсіріп, журналға шығаруын сұрайды. Ганганың құрбысы Камли бала сүйгісі келіп, жүкті болады. Бірақ бұл жүктілік Камлиге ауыр болып, өліп кетеді. Журналист Фирджи Гангаға журналға шыққанын көрсетіп, Ганга өздерін сататынын, жезөкшелік бұрыннан келе жатқанын, өздерін қоғамнан не үшін алшақтататынын сұрап, өздерін саясаткерлер дауысы үшін, полиция қызметкерлер үшін ақша екенін, еркектерге өздері жылы пальто екенін, әйелдерге таза әйелдерді қорғайтынын айтып, өздерінің үйсіз қалдырғысы келетінін, балдарды мектепте қабылдамағанын, балдарды мектепте оқытпауға қандай құқықтар бар екенін, балалар болашақтары екенін айтып, Ганга әйелдердің үйсіз қалмауын, балалардың білімсіз қалмайтынын, олардың құқықтарын қорғайтынын айтып, барлығы қолдап құрмет білдіреді. Фирджи өзімен бірге жергілікті саясаткерді әкеледі. Ганганың Каматифурида барлығына сөзі жүретінін біліп, өзінің партиясына дауыс беруін сұрайды. Ганга екеуі келісімге келеді. Саясаткер партиясы дауыс жинаса, Делидегі премьер-министрмен Ганганы жолықтыратынын айтып кетіп қалады. Фирджи Делидегі премьер-министрдің қабылдағанын, Ганга өзінің көңілі түсіп, 15 жыл Каматифуриден шықпағанын айтады. Өзінің бұрынғы жігіті Рамникті осы жерден көрем деген үміт болғанын, Фирджи болашақты ойлауын, өз мақсатына жетуін айтады. Ганга премьер-министрмен жолығып, өздерінің балаларының құқығын қорғауын сұрайды. Үндістан тарихында секс жұмыскерлер мен олардың балаларының құқықтарын қорғаған алғашқы ел болды.